Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Енді мен сіздерге осындай кальмар ойынын көрсетемін. Кальмар ойыны енді барлықтарыңыз игра в кальмара деп білесіздер. Сондай серия бар екенін. Сол бойынша құрастырылған шаблон. Енді бұл шаблон мектепте, болмаса универде деген сияқты іс-шараларға, сабақтарда қолдануға жарайтын шаблон түрі. Сұрақтар жазуға болады ішіне. Сұрақтар жазасыздар, сөйтіп қолдануға болады. Енді мен сразу ашып көрсетейін, бірінші одан кейін қалғанын айтамын. Пока слайдпен ашамыз, PowerPoint'та барлығы білесіздер. Пока слайдов сначала деп ашамыз. Игра в кальмары, кальмар ойыны. Осылай даусымен басталады өзі. 3 кезеңнен тұрады. Қызыл шам, жасыл шам, қанттан жасалған тәтті и шыны көпір. Бірінші кезең бізде осы қызыл шам, жасыл шам. Осылай басталады, яғни қызыл шам, жасыл шам, қазақша несі аудармасы осылай не тұрады. Қате жауап беретін болса, атып жібереді. Дұрыс жауап болса, мынандай. Міне, қате жауап атып жібереді. Мынаны бір рет басасыздар, атады. Келесіне өткіземіз. Осылай шығады, осы кезде ойланып тұрады, бір рет қарайды, басып. Одан кейін басасыздар, міне. Көрдіңіздер ме? Енді қате жауап бергеннен кейін сразу келесіне өткізсеңіздер де болады. Или болмаса дұрыс жауап бергенше басып сөйтіп қолдана бересіздер. Енді барлығын көрсетудің қажеті жоқ. Барлығы істейді. Міне. Қазір мен 6 не бойынша жасадым. Оның сұрақтарını көбейтуге болады, ол туралы қазір бөлек айтамын. Енді келесі не шыны көпір деп аталады. Осындай не тұрады, екі варианты болады. Сұрақ мына жерде. Қате жауап мынандай дауыс. Дұрыс жауап болса осылай. Келесі барлығы істейді. Мен қазір бәрін басып көрсетудің қажеті жоқ, өйткені түсінікті уақыт кетеді, бәріне бірлеп басып отырған кезде. 6 сұрақпен жасадым қазір. Енді қанттан жасалған тәтті. Бұл жерде осындай ұяшықтар тұрады. Ұяшықтардан кез келген біреуін таңдайды. Мысалы, таңдайтын болса осындай үш бұрышты не шықты. Енді қате жауап беретін болса, сынып кетеді, оны білесіздер. Дұрыс жауап берсе, ашылады. Бірінші дұрыс жауапты көрейік. Міне, шетіндегі нелер кетті, ашылды. Келесі, жоғалып кетеді, одан кейін мынаған басамыз. Енді бұл жерде мен қате жауапқа басып көрсетейін. Қате жауапқа басатын болсақ, осылай сынып кетеді. Одан кейін келесі батырмаға басамыз. Мына жерде жоғалып отырады ұяшықтар. Барлығы істейді. Домалақты ашамыз. Міне, дұрыс жауап ашылды. Енді соңында аяқтау деген батырма арқылы аяқтаймыз. Енді шаблонды мен көрсетіп өтейін, қалай өзгерту керек. Бірінші слайдта музыкасы мына жерде тұрады. Міне, барлық шаблондарда осылай. Мен кішірейтсем, мына жерінде тұр. Осы жерден біраз етіп алып тастасаңыздар да болады. Дауысын төмендетіп қоюға болады, или жоғары етіп қоюға болады. Одан кейін әрбір кезеңде тұрады ол. Міне, мына жерінде тұр. Кезеңдердің басында тұрады осылай. Осы жерден алып тастап, болмаса дауысын шығаруға болады. Енді сұрақтарын жаңа айтқанымды көбейтуге болады. Ол үшін шаблонда дублировать слайд жасайсыздар. Міне 6-шы сұрақтан кейін 7-ші сұрақ болады. Осылай сұрағын қалауларыңызша 10 сұрақ, 20 сұрақ, осы кезең бойынша 20 сұраққа дейін, 30 сұраққа дейін жасай бересіздер, өйткені дублировать етсеңіздер болды. Келесі, шыны көпірде тура солай дублировать етіп, сұрағын көбейте бересіздер. Ал мынау қантпен жасалған тәтті деген бар. Қанттан жасалған тәтті. Бұл жерде ұяшықтар арқылы ашылады. Бұның сұрағын көбейте алмайсыздар. 4 сұрақ, осы барымен 8 сұрақ. 4-ден 8 сұрақ осы бойынша қолдана бересіздер. Енді бұның да көбейту варианты бар. Дублировать етіп, қайттан аларды қою керек болады. Ал мына шаблондарды сразу көбейтіп қолдана бересіздер. Енді сұрағы мына жерге өшіріп жазасыздар. Тест. Қате жауаптары, варианттары и дұрыс жауабы. Мынау да тест сияқты, бірақ екі вариантты. И мынау тура солай. Енді пәніңіз бойынша ашық сабақ болсын, тәрбие сағат болсын, іс-шара болсын, сұрақтарын жазып, логикалық сұрақтар, пән бойынша сұрақтар жазып, сабақта қолдансаңыздар болады. Сабақ қызықты өтеді, өйткені кальмар ойынын барлығы көрген, барлығы біледі. Сабағыңыз қызықты болады. Осы ойын керек болса, маған жазсаңыздар толығырақ айтамын.